Таргеттен күніне $5 ғана құртып, қалайша мықты нәтижеге жетуге болады. Қазір мен сіздерге өзімнің бір құпия сырыммен бөлісетін боламын, яғни таргеттегі. Қараңыздар, мына жақта мен трафик бойынша жіберген болатын. Трафик арқылы посещение профиля, яғни Инстаграмда кәдімгі продвигать деген кнопка бар ғой. Сол продвигать деген кнопканың бөлек түрі, яғни Facebook арқылы жіберетін түрі бар. Екеуі бірдей, почти. Қараңыздар, мына жақта 10.000 посещение болған, 10.000 адамның ішінде мысалы 797 подписка болған. Мына жақта да 8.854 подписка болған. Ол жақта 8.854 адам кірген, 960-ы подписаться еткен, 30 переписка болған. Сондай секілді мына жақта бірнеше видеоларым бар мына жақта, бірақ мына жақта бір нәтижемен бөлісейін мен сіздерге. Қараңыздар, 3374 адам посещение жасаған, кірген Инстаграмға, одан кейін 1202 адам подписка жасаған. Бұл жерде біз не жасадық, не істедік, қазір мен айтайын сіздерге. Қараңыздар, ең біріншісі, мына жақта видеолардың барлығы бұл жерде акция жіберілген. Акция жіберілген кезде бұл жерде акцияны ғана айтқан толықтай. Мына видеода бұл жерде бізде контент қосылған контент, ол UGC контент. Яғни UGC контент дегеніміз user generated контент. Адамдардың, қарапайым қолданушылардың, қарапайым подписчиктердің өздерінің жасаған видеолары. Обзор деп айтады, көптеген адамдардың жалпақ тілмен айтқан кезде обзор деп айтады орысша. Сондай секілді видеоны біз мына жаққа түсірген болатынбыз. Бұл жақта бірнеше критериялар сәйкес келді. Яғни бұл жерде бізде Инстаграмда өздерінің Инстаграм көрсететін бой. Мына жақта 21.800 адам басында маған келген кезде 9.000 адаммен келген, қалған 12.000-дай адамы таргет арқылы подписка жасаған. Қараңыздар, ең біріншісі Инстаграмдарымызды дайындап алдық. Бұл жақта біз әбден оформление жасап, мына жақта оформление қызықты болу үшін контенттер, тағы да басқа да осындай секілді дүниелердің барлығын салған болатынбыз. Бірінші дайындап алдық Инстаграм парақшаны. Одан кейінгісі бізде жасаған іс-қимыл, бұл жақта күнделікті stories, күнделікті reels, SMM, яғни жүріп тұрады. Ол екінші критерий, жүріп тұру керек міндетті түрде, тіркелу үшін, осындай результат шығу үшін. Үшіншісі, яғни UGC контент. UGC контент не үшін керек? Өйткені UGC контент бұл былай қарап отырсаңыздар, баннерная слепота деп айтылады. Рекламаны адамдар байқамай өтіп кетеді. Сіздер байқайтын шығарсыздар өзіңіз, телевизорды қарағанда, тағы да басқа да ютубтан қараған кезде пропустить деген кнопканы басасыздар. Оны соңына дейін көру үшін, қызықтыру үшін осындай UGC контентті түсіресіздер. Осы сыры осында. 3 критерий. Біріншісі, Инстаграмдарыңыз дайындап аласыздар, одан кейін SMM міндетті түрде күнделікті пост, reels, тағы басқа осындай дүниелермен айналысу керексіздер. Үшіншісінен ол UGC, яғни user generated content. Таргет қана жұмыс жасамайды, тек қана бұл жақта бірнеше инструменттердің қосындысы арқылы осындай нәтижеге жеттік. Осы видеомен бөлісіп қойыңыздар. Таргет жіберем деушілер болса, аз бюджетпен немесе таргет қызығып жүрген адамдар болса, осы видеомен бөлісіп қойсаңыздар болады.